окулистке бардым. Менің зрением -15 болған. Жа үстінде қалдырып кеттім. -15, мен 32 жыл бойы, міне осы зрениемен келедім, жылдан жылға түсіп, көзім 15% көретін, линза тағатымын, очки маған келмейтін. Врач айтқан, очки ник болмайды саған деп. Сосын мен осы Аллаға шүкір, Индира ханым арқылы осы нені біліп, отличное зрение бір ай іштім. Бір ай ішіп, бүгін окулистке барып тексерілсем, міне альхамдулилля 15-тен -12,5-ға түскен. Ойлаңызшы, бір көзім 13,5-ға түскен. Бір-ақ айда мен шок болдым. Мен емес, врачтың өзі шок болып қалды ғой. Аллаға сан шүкір. Мен ойлағам, бір 14,5-ға түскен шығар деп. Сөйтсе, міне көргенде екеуміз де шок болып қалдық қой. Сразу сұрап, ол таң қалып жатыр да, менде бұндай случай болмаған. Бұл вообще невозможно ғой мынау. Бір айда 15-тен 12,5-ға түсу депші. Мен өзім 15-тен үлкен ғой, ойлаңыздаршы, зрение -15 сұмдық қой. Соның өзі міне жақсарған. Менде гнойный воспаление болған көзде. Олар кеткен, тап-таза дейді, покраснение болып жүретін постоянно. Бәрі кеткен, тап